Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында тоңазытқыштан шыққан, яғни морозилктен шыққан етті тез арада жібіту әдісімен бөлісетін боламын. Бұл деген қыз-келіншектерге бір таптырмас керемет пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Себебі біз кейде болады, бір асығыс аяқ астынан қонақ келіп қалады. Етімізді қайда сақтаймыз қазір? Морозилкте сақтаймыз. Ол тез арада жіби қоймайды деп ұзақ күтеміз. Сол себепті осы әдісті пайдаланыңыздар, және тек қана қонақ күткенде емес, күнделікті тамақ жасардың алдында жасасаңыздар, еттеріңіз тез жібіп шыға келеді. Ыдысымызға 3 ас қасық тұз саласыздар. Тұз етке сіңеді деп қорықпаңыздар, мүлде сіңбейді. Содан кейін қан жылым су құямыз. Қан жылым дегеніміз өте ыстық та болмау керек, суық та болмау керек. Орташа жылы су құясыздар да тұзды жақсылап ерітесіздер. Осылай қасықпен араластырып, тұзы ерігеннен кейін тоңазытқыштан жаңағы еттерімізді алып келеміз. Міне менің еттерім, қараңыздар. Мен осылай жасаймын. Сіздерге де бір пайдалы ақпарат болсыншы деп осы ақпаратпен бөліскім келді. Енді жаңа суымызға осы етімізді саламыз да 5 минутқа ғана қоясыздар. Сол жеткілікті. Өздеріңіз тексересіздер. Бір 5-6 минут тұрса жеткілікті. Кейде 3 минуттың ішінде уже толықтай ортасына дейін еріп кетеді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер осы әдіспен. Міне мен салдым. Енді 5 минуттай күтетін боламыз. 5 минут уақытым өтті. Енді етімді аламын да ішіндегі суын төгіп тастап, суық сумен 2-3 рет шайып жібересіздер. Болды, осымен сіздердің еттеріңіз толықтай жібіп шықты, еріді. Қазір мен сіздерге турап көрсетем. Ортасына дейін тез ериді. Сондықтан керемет пайдалы ақпарат болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесіде бұдан да керемет ақпараттармен, пайдалы мағлұматтармен бөлісіп тұратын боламын. Міне қараңыздар, еттерім толықтай ортасына дейін еріп кеткен ғой міне. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Егер де осы сіздерге жаңағы әдіс пайдалы болып ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.